неге осындай үлкен офисқа инвестиция, неге бір Rolls-Royce емес? Медина болса мен түсірем дедім. Үлкен қызым аты просто Медина дедім. Жалпы ренталдың атауы неге Алаш? Камераның бір мониторлары мысалы где-то 1 миллион теңге тұрады. Мына жер бір Джеки Чанның бір секіріп жүретін кинолар сияқты тұр. Енді мынау әдемі ғой, бұл енді Европа жақсы, әдемі. Біз ауылда қалай ол симметрияны жасаймыз дейді ғой. Депрессияға түсетін уақыт жоқ болды. Қолда бірінші операциядан кейін қалай больницадан шықтық, сразу киноға кіріп кеттім. Сенамен бүйтіп жүгіріп келіп, секіретін жағын кезде кран резко бүйтіп тұрып қалу керек. Кішкентай короткометражкілерді қолдап, үлкен скидка жасаймыз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Бақдәулет Абжатов, және де бұл біздің BQ подкаст, яғни Бай Қазақ подкастының алғашқы шығарылымы, және де бүгін бізде жұлдызды қонақ, Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы үздік операторлардың бірі L1 Иван Дорн, Димаш Құдайбергенов, және де ең Қазақстанның кассовый фильмдары Қаш, Дәстүр, одан да бөлек жалпы Қазақстанның киноиндустриясында өзінің атын алтын әріппен қалап жазып жүрген қазақтың маңдайына біткен нағыз Азамат Дулатов ағамыз. Азеке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Аман есен. Рахмет. Азеке, есімде болса, бұл сіздің алғашқы қазақша подкастыңыз. Алғашқы қазақша. Бұны подкаст деуге де болады, интервью деуге де болады. Жалпы сізге ең алдымен шын жүректен мың алғыс. Осылай бізді қолдап, біздің жас аудиторияларды қолдап, мотивация берем деуге келіскеніңізге. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Бұл бұйырса бүгін өте қызықты подкаст болады, мықты инсайттар аласыздар. Сол үшін каналға жазылып, колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіздер. Біз өзіміздің алғашқы Бай Қазақ подкастымызды бастаймыз. Азеке, енді алғашқы сұрақ, біз қазір қай жердеміз? Біз қазір біздің Алаш рент деген ренттамыз. Бізде кинооборудование бар біздерде, жоғары жақта офисіміз бар. Ол жерде бізде погрузка болады. Біз енді көбінесе шетелде түсірдік, қалай екенін көрдік. Сол үшін тура шетелдегідей жасауға тырыстық. Қай жерде штативтер, темірлер тұрады, қай жерлерде Apple Box, Sandbag, оборудованияны даже бөліп отдельно полкілерін жасап, соны шетелден көріп, білімді сол жақтан алып келіп өзімізге жасап отырмыз. Все, өте керемет. Жалпы творчествоның иісі аңқып тұрған жер, шыны керек. Кірген бастан уже жан-жағыңда техника, прям вау. Шынымен жастарға үлкен мотивация болады дейміз. Енді Азеке, біздің подкасттың ең бір мақсаты ол жастардың, шығармашылық адамдардың қаржылық сауаттылығына осы сіздер секілді, осылай ағаларымыз секілді жетуін деген ниетіміз. Сол үшін Азеке бір нескромный сұрақ дейді. Содан бастасақ, мынау біз сізде жеке меншік па, әлде аренда ма? Офис па? Офис біздің жеке меншік. Сіздің жеке меншік, яғни сіздің плюс бір активіңіз, яғни қаржылыққа келетін болса, енді сіздің ойыңызша бұл өзіңізге салған инвестицияңыз, бұл дұрыс деп ойлайсыз ғой, жалпы актив ұстаған дұрыс қой. Менің ойымша біз арендада да болдық, бұлай да болдық, өзіміздің жекеменшік болған дұрыс болды, себебі енді бұл енді капитализация, өзімізге алатын нәрсе, және де өзіміз білеміз, қалай ремонт жасаймыз, себебі артымыздан өзіміз білеміз де, қалай қалатын, өзімізге удобство, квадратура бәрін уже расчет жасап, өзімізге ыңғайлы, өзіміздің осветитель техник балаларға ыңғайы келсін деп қалдырған дұрыс негізі. Негізі, плюс бір актив сіздің копилкаңызға. Енді бағасын шамалы кейінірек сұрармыз. Жалпы көріп отырсыздар Азамат ағамыздың өзіне жасаған инвестициясы. Енді бұл инвестиция жалпы сіздің сүйікті ісіңіз арқылы келген осындай инвестиция деуге бола ма? Сөйтіп айтуға болады негізі. Себебі басында біз енді жас болған кезде, кинооператор болған кезде мұндай жасау арман болатын тек қана. Және бұның бәрі енді өте қымбат тұрады ғой. Бұның бәрін ұстау, жөндеу дегендей. Мен ол туралы ойланбайтынмын қатты. Сол кезде, жас кезімізде уже үйленгеннен кейін
әйелім айтатын, өзіңе ала салмайсың ба деп. Мен айтатын, ол қымбат қой, оны ұстау керек, оны бір отдельный склад болу керек, офис болу керек. Жоқ, 2-3 айтқаннан кейін сөзін жерге қалдырамай, ақырындап сатып ала бастадық сол оборудование. Өз жинай бастадыңыз өзіңізге актив плюс активтар. Ақырындап, Өте керемет. Жалпы сүйікті ісіңіз бұл операторлық жаңағыдай мастерство. Яғни достар, мінекей алдарыңызда менің ойымша Азекең тірі легенда. Не үшін десеңіздер, шынайы там бір басқаша бизнес ашып кетпей, басқа тірлікпен айналысып кетпей, там криптомен айналысып кетпей, өзінің сүйікті ісі арқылы осындай үлкен дәрежеге мен өзімде мынандай кішкентай рентал бар, бұның қасында содан білемін. Біздің ренталдың өзінің себестоимости өте қымбат, ал мына жерде біздікінен бір 10 есе көп техника тұр. Сол үшін достар, сүйікті істеріңізге сеніңіздер. Ал енді біз Азекеңмен бір кішігірім офис тур жасап өтейік. Так, бізде мына жақта қалай, мынау офис, Мынау үстінде офис, қазір бірінші астын көрсетіп өтейін. Мына жерде бізде әр полкаде приборларымыз бар. Балалар уже жатқа біледі, қай жерде қандай тұрған, ауырлары есікке жақын, жеңілдері есіктен алыс дегендей. Сондай жүйемен қойғансыздар. Сондай жүйемен. Гриптер отдельно тұрады, рамалар отдельно тұрады, оларға сол тканьдары отдельно тұрады, бәрі бөлек-бөлек тұрады бір-бірімен. Бұл бізде толықтай жарықтар. Жарықтың аксессуарлары. Бұл рассеивающий светтер дейді. Только рассеивающий мынау бәрі. А мынау направленный светтер отдельно тұрады. Себебі погрузка кезінде направленный светтерді бөлек осветительдер бізде алып тасиды, светвагонге рассеивающийді бөлек балалар. Бір-біріне кедергі жасамау үшін. Кухнядағыдай ғой. Жақсы кухня салсаң, одан поварларға ыңғайлы болады. Макдональдстың киносындағыдай ғой. Бір-біріне мешать етпей көреді. Вообще мешать етпей. Ол шетелден көрдік біз. Германияда, Голливудта, Лос-Анджелесте студияларына кіріп, көріп, зерттеген кезде олар бәрін суретке түсіруге рұқсат етті, видео түсіруге, соның бәрін ақырындап жинап білімдерімізді. Яғни бұл әлемдік практика дейсіз ғой. Әлемдік практика. Бұл новизна емес, бұл болу керек. Болу керек. Просто по умолчанию это должно быть, Жерде бізде осындай столымыз бар. Бұл столда бізде камераларымыз, кинокамераларымыз көбінесе бізде 3 камера бар. Ари 35, LF және Минка. 3 разный сфераға и қаражат жағынан үшеуі де разный, бюджет жағынан разный киноға жұмыс істеу үшін. Осы жерде балаларымыз, техниктарымыз жинайды, бәрін тазалайды, нелер тазалайтын нәрселері. Комплектующийлер всегда әрине бар. Аксессуар барлығы өз орнында тұр. Бізде кейстер отдельно тоже, сумкалер отдельно болады. Әр камераның өзінің сумкалері болады. Мынау тұрған бізде телешкілеріміз, маглайнер деп аталады. Бізде мынерде 2 телешкі, біреу экстерьерға, біреу интерьерға. Ол жерге камера, оптика және штативтер салынады да, өстіп итеріп кете береді. Себебі бір техник, оны рейс жасамай, бір рейспен осы техникамен жүре алады да. Ол қайтан экономия времени. Жалпы камерада айтып кеттік, оған ораламыз, бірақ жалпы навскидку просто объемды түсінсін деп атырмын да көрерменіміз. Енді светті түгендемей ақ қояйық. Жалпы 3 камераның общий құны қанша? Точно білмеймін. Примерно 100 миллионнан асады ғой. Примерно, плюс-минус. Точно асады, бірақ оның әр комплектующийлары, бір мониторы, камераның бір мониторлары, мысалы, 1 миллион теңге тұрады. Просто монитор? 1 миллион 200, там көлеміне байланысты және маркасына байланысты. Олар маңызды нәрсе ғой, себебі кинооператор точный картинканы көру керек. Ол кірмейді жаңағы бағаға, камераның бағасына? Кірмейді, ол отдельно. Ол отдельно аласың. Оның кабелі бар, одан кейін оның ручкалары бар. Все, керемет. Бізде мынаяқта өте қымбат комплектациялар тұрады. Себебі мен өзім жақсы сапаны жақсы көремін кішкентай кезімнен. И ручкаларына дейін, проводына дейін бәрі жақсы сапанысын алуға тырысамыз. Себебі біздің
жас операторлар тек қана жақсы камераға түсірсін деп ойлаймыз. Шәкірттеріңіз келе жатқан. Иә, бізден және арендаға алатын клиенттеріміз. Олардың бағасы бірақ соңында көп болып кетпейді. Біз сәл скидка жасаймыз, себебі түсінеміз, біздің рынок әлі енді өркейіп келе жатқан. Яғни Алаш Рентл қазақтың киноиндустриясын жалпы дамытып жатыр десек болады ғой. Дамытып жатыр, қолдап өз үлесін қосып жатыр. Өте керемет. Және біз кейбір кезде кішкентай короткометражкілерді қолдап, сценарийді оқып, бірінші қолдап, үлкен скидка жасаймыз. Себебі олардың тағдырларын примерно түсінеміз, олар фестивальге барады, жас режиссер, операторлар фестивальге барып, жақсы жүлде алса, Қазақстанның киносын шетелде көрсетсе деген ниетіміз бар ғой. Күшті. Яғни бұл түсінгенім бойынша жас талантты фестивальға барам деушілер сіздерге бір кішігірім өзінің бір синопсисін жіберсе болады деген сөз ғой. Болады. Болады, Не, мына жақта бір контакт продюсерлармен келіп, ақылдасып, біз продюсерлармен сөйлесеміз ғой. Яғни тумаған идея емес, туылған уже болған піскен идеяларыңыз болса, Азекеңе келіп емес, енді электронды жібересіздер, адамдар қарауға болады, қарайсыздар. Мінекей өте керемет, уже плюс біздің көрерменге, чтобы олар сізге осындай үлкен мүмкіндік. Енді Азеке, бірінші сұрақ, неге осындай үлкен офисқа инвестиция, неге бір Rolls-Royce емес, неге Гелик емес, осыланы бүйтіп жүруге болады, Кезінде біз талай енді қызық клиптер түсірдік, қызық проекттер түсірдік, ондай машиналарды отырып әбден қызық емес болып кетті. Негізі кішкентай кезімнен қатты қызықпайтын ол жағынан. Маған бір нәрсе жасау, қолдан жасау, қолмен жұмыс істеу дегендер ұнайтын. Сол үшін осындай дәу. Енді бұл әрине еще капитализация, бұған салсаң бұл ары қарай өркендей береді. Және неге бізде бұндай жақсы оборудование аламыз, себебі біздің киномыз, біздің видео саласы, клип, реклама болсын, сол өркендей берсін, бүкіл әлемдегі деңгейлерге жете берсін деп сондай ойымыз болған. Сол үшін тек қана осындай Rolls-Royce емес, осындай жағдай. В общем, ақшаны больше қоғамға инвестировать етіп жатырмын дейсіз. Қоғамға, адамдарға. Өзіме ғана емес. Енді Азеке, қазіргі уақытта Азамат Дулатов кім? Оператор ма, бизнесмен ба, жалпы? Бәрі бірге, менің ойымша. Бастысы ол адам, одан кейін әке, одан кейін күйеу, содан кейін оператор және сәл сондай бизнесмен. Бизнесті кішігірім дейсіз ғой пока. Кішігірім, Күшті. Жалпы Рентлдің атауы неге Алаш, неге Азамат Дулатов Рентл емес? Мысалы, сіздің атыңызбен Азамат Дулатов Рентл десе, Азама дейді ғой. Сол секілді неге популяризация имени емес, неге Алаш Рентл? Мен ондай прям қатты популяризация имени деген ауырмаймын, Алаш. Өзі кетіп жатыр дейсіз. Өзі кетіп жатыр, сарафан. Алаш деген себебі Алаш бізде ол қосылу, объединение деген мәнді білдіреді ол, және бізде Алаш ордасы болған соң олардың тарихын сәл зерттеп, сондай ниеттеріміз бар негізі. Жақсы бір нәрсе біздің қоғамға алып келу деген. Мектеп емес, бірақ білімді таратамыз. Мысалы бізге жан жақтан келеді жас операторлар, жас режиссерлар, сіздің қасыңызда жүруге бола ма, білім алуға бола ма деп. Оларды біз тегін үйретеміз, олардан ақша алмаймыз. Сол үшін біздің позициямыз сол Алашқа ұқсатты. Соны ойладық, және Алаш деген сөз ұнайды маған өзім. Қосылу, бірігу. Қосылу, бірігу. Мына жақта бізде камералар тұра ма? Камералар тұрады. Қазір камералар аренда проектте. Мына жақта біздің кейстарымыз бар, объективтеріміз бар. Лайова, ана жақта дрондарымыз бар. Дронда ұшыра аласыз. Дронда ұшыра аламыз. Қазір бұған да келеміз. Азекең кезінде курс болған дрондан, Оған да келеміз. Азеке, велик сіздікі ма? Велик, үлкен
мен ортаңғы қыздарымдан қыздарыңыз. қазір айдамайды, бага өсе өліп қойды ғой жерге. Қалай өліп қойғансыз? Күшті прям. Жіпке іліп қоясыз. Шетелдің киносындағы ілініп тұр ғой. В общем, мына жер реально шетел десе шетел, Азекеңнің. Мен шетел болғанда шетел емес, уже ақырындап Қазақстан болып жатыр ғой енді. Мен болып жатыр ма? Көріп, мына жерде мысалы көрсеңіздер біздің трубаларымыз, автополияларымыз реттеліп тұрады. Осы екі полкілеріміз бар. Бұл не бізде? Аккуратно. Автополи ғой, және слайдердің трубалары тұрады жақта. Автополи бүйтіп, любой жерге бүйтіп ұзартып, стенадан стенаға бүйтіп қыстырып қоятын труба. Соған және приборларды ілесіздер. Мықты. Яғни іле алмайтын жерге любой нәрсе ілуге болады ғой, қосалқы. Мына жақтарда кішігірім аксессуарлар. Мына жақта уже біздің дополнительный всякий зонтик, прищепка, скотч, чисто нелеріміз, расходниктеріміз. Бұл басты сұрақ, Азеке, бұның бәрін қалай контроль жасайсыздар? Жүйесі бар ғой. Бізде жазылған, барлығы жазылған. Сайт бар, сайтта клиентский сайт бар, и өзіміздің сайтымыз бар. Ішкі CRM бар. Өте керемет. Клиентский сайтта барлығы көрсетілген, бағалары бәрі, скидкалары. Ішкі CRM-де оның бәрі қанша штук, бәрі қай жерге шықты, қалай шықты, кіммен шықты, соның бәрін. Жиі жаңа инвентаризация жасап тұратын жастар. Себебі жаңа нелер келеді, оборудованиялар. Қанша уақытта обновление жасап тұрасыздар? Апгрейд дейді ғой енді. Әрі қалай. Ондай прям бұрында ай сайын жасайтынбыз, қазір кейбір кезде апта сайын жасап тұрамыз. Себебі керек болып қалады нәрсе, и келе жатқан алдымыздағы проектке керек болған нәрсені резко заказ бере саламыз. Америкадан, либо қазір Қытайдан. Қытайдан тоже көп нәрсе шығып жатыр ғой қазір, Аллаға шүкір. Harley'дің 35 экстрим шығады дейді ғой. Шығады. Аласыз ба? Аламыз деп ойлаймыз. Көрдіңіз ғой, прям сіз енді жақсы сөзде ауырамыз да біз техникамен, ұнайды ғой. Ұнайды. Мінекей сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, қорықпаңыз, мінекей Азекең нәтижеге жетіп тұр. Не обязательно сразу басқа бір бизнесқа секіру, өзіңнің сүйікті ісіңмен дальше кетуге болады. Все. Бұл жерде бізде мынандай бір полка бар. Бұны біз IT жасап қойғанбыз отдельно. Бұны біздің студенттер, балалар келген кезде фильтрлар сұрайды постоянно. И біз тегін осы фильтрлар беріп тұрамыз. Жарықтың бетіне? Жарықтың бетіне қоятын. Холодный, теплый, разноцветный бар. Керемет. Жұмыс артатын. Бәрі хендмейд, ручная работа ғой, керек жерін өздеріңіз жасап, былай. Бұл сәл ауысып тұрады еще. Кейбір кезде бізге сәл неудобно болса, біз раз басқаша жасаймыз. Даже мына жерге аяқ киім жинайтын полка барлығы. Аяқ киім жинайтын себебі біз қазір көтерілген кезде аяқ киімімізді шешіп көтерілеміз. Керемет. Мінекей Азекең кеше шәкірттер деп айтамыз ба, коллегалар деп айтамыз ба, жас буын інілері осылай эконом панель. Мен өзім кеше мебель кездегем. Официально аты эконом панель екен, білмеймін, былай органайзер дейді. Осы өзіңіз заказ бердіңіз? Өзіміз заказ бердік. Любой жерге қоя саласың, ыңғайлы. Любой жерге полка жасап қоя болады. Мелочь қойғанға жақсы да. Бізде мына жерде біздің офистен шыққан кезде камераның соңғы позициясы ғой бұл. Бұл жерде батарейканы бір тексереді, камераны тағы бір тексереді. И мына жаққа запасной бір кабель, бір нәрсе қойып қойғымыз келіп тұр өзіміз. Енді жалпы Азеке айтып жатыр қой, бұл іске жеткізген бір камерамен түсіру десек болады ғой, сүйікті ісіңіздің арқасында. Енді давайте басына оралып кетейік. Жалпы сүйікті іспен айналысуға не себеп болды? Шығармашылық жолыңыз неден басталды? Кішкентай кезімде, мен 5-6 жасымда біз общежитиеде тұратынбыз. Ол кезде бізде бір балкон болатын. И сол балконда біз найзағай болған кезде әкемді, шешемді, інімді шығарып айтатын, бізді суретке түсіріп жатыр, жүріңіз деді. Ана спичка болған соң, ол кезде суретке түсу қиын ғой, пленка ғой, ол жақта күнде түсе бермейсің ғой. Сондай нәрселерді келтіремін де өзіме. Уже сол жасында, кішкентай кезімде, соны суретке түсеміз дейміз, потом әке-шешем сұрайды, енді суретті қайдан аламыз деп. Суретті алу маңызды емес, главное түсу деп жауап беретін. Кейін бір алармыз дейді. Олар маған айтпайтын, бірақ неге
қалай ол жай найзағай қойшы балам деп айтпайтын, олар маған прям қолдап жарайды жүре ғой балам деп бәріміз бүйтіп тұратынбыз, неше түрлі позиция жасап, сол маған қызықты болатын. Және кейін ақырындап алла тағала осындай бір көріністер, білімдер беріп операторлық жаққа жақын болдым мен. Себебі 9-шы сыныптан бастап суретті қатты жақсы салатынмын. Ұнайтын маған өзіме. Білмеймін, қатты жақсы екенін білмеймін, бірақ маған ұнайтын. Балалар да мақтайтын. Одан кейін мамам сурет салу отдельный колледжіне берді. Сабақтан кейін мен сол колледжға барып, тағы да оқитынмын бір 2-3 сағат. Сөйтіп бір жыл ма сондай оқыдым. Сөйтіп қатты ұнады. 11 бітіргеннен кейін айтты, енді қайыққа түсесің, қайыққа барарсың деп. Мен суретші боламын деймін. Бірақ суретші бізде өте алыс болды үйрететін жер. Каблуковода болды да. Біз сол кезде Көкбазардың қасында тұратынбыз. Мен 1 сағат жол бір жаққа 2 сағат обратно, ол өте ұзақ болмайды деп шешім қабылдадым. Уже сол кезде. Өзіңіз соны ойлап тұрсыз, уже эффективность. Эффективность маған болмайды. Маған болмайды 2 сағат өмірімді жолға. Ол менікі емес деп ойладым сразу. Одан басқа жерлер ойластырдым, көрдім. Өнерге жақын емес нәрселерді, адвокат болғым келді, мүмкін бухгалтер, бәрін қарадым, зерттедім. Сөйтіп жүріп өнер академиясын көріп қалдым да. Өнер академиясына кірген кезде сурет салатын бір ұқсас бір пәндер бар ма сіздерде, мамандықтар бар ма деген кезде олар айтты, бар, әрине бізде анимация сабақтары бар, мультипликатор болуға болады болашақта деді. Ол маған қызық деп, хотя бірақ ойда жоқ, ана мультипликатор деген кім, ол қалай болады, жұмысы қалай болады. Ол қай жылы сонда? Ой жоқ. 2006 ма или 2005 па, есімде емес. Мектепті бітіргеннен кейін әйтеуір. Одан кейін анимацияға бардым, бірақ жабық тұр екен есік. Біраз күттім, жүрдім. Қасындағы бір есік ашық тұр екен, ол режиссура пәнінен беретін, режиссер болуға мамандықтар бар екен. Жарайды деп оған бардым, бірақ адам көп екен. Түсе алмайсың, кешір деді. Тағы бір есік тұр екен, операторский бөлме, оператор болуға болады деп. Сіздерге түсуге бола ма десем, болады, әрине деп, олар кірдім. Адам аз екен? Адам аз екен. Адам сәл көп екен, бірақ түсуге болады деген бір шанс болды. Бірақ мен бірінші жылы платныйға түстім. Кейін жақсы сабақ болып, жақсы курсовой түсіріп, дипломқа түсіріп, мені өздері бесплатный неге түсірді. Ауыстырды, өздері ауыстырды. Өздері грантқа ауыстырайықшы деп ұсыныс берді. Әрине, давайте грантқа. Қарсы емессің. Қарсы емеспін. Сол кезде уже бірінші курста болып, мен дипломный жұмыстарды 5-ші курс режиссерларға түсіріп жүрдім. Білмеймін қалай екен, бірақ... Уже оператор. Енді осы жерде бір сіздің қолыңызға знаковый әдейі бағанадан бері сұрамадым, осы жерге келейік деп. Азекеңнің қолын көріп тұрсыз, таза қалай айтсақ болады, мэджик армдар сияқты болып тұр ғой. Мэджик армдар, қазір фикс болып тұр. Қолға не болды, қысқаша айтып өтсек? Қолға 2 жыл бұрын бір аварияға түскем, Луганскімен кетіп бара жатып, жол қараңғы болатын, свет жұмыс істемей тұратын, және жолдың ортасында бір шебенка тұрды. Соны көрмей бүйтіп мопедпен ұшып кеттім. Осы каска болатын. Знаковый каска. Құтқарып қалдым. Ізімен тұр, бұл мен әтейі сақтап қойдым, бүйтіп қарап қалам да, все хорошо. Тәуба. Қараңғы жерде жүруге болмайды. Аккуратно жүру керек. Күшті. Бұл да бір тәжірибе болды дейсіз ғой? Тәжірибе болды, Бірақ Азекең датауы енді. Сынақ болды. Өз ісін сүйретіні бұл қолдан кейін біраз проект жүріп жатырсыз. Қолда бірінші операциядан кейін қалай больницадан шықтық, сразу киноға кіріп кеттім. Мен как раз дайындық болып подготовительный бітті, и съемочный период басталып кетті. Сакура деген кино.
Иә, көрдім. Мына гипсте тұрды, и гипспен бүйтіп түсіріп жүрдік қой біз. Полностью қолмен түсіретін кино. Дәстүр де осымен түсіріліп тұр ғой? Дәстүр жоқ, дәстүр алдында болды. Дәстүр бұл қолдың алдында болды, иә? Қаш тоже алдында. Қаш алдында. Сакура деген боевиктау кино ғой. Мықты өте. Операторский енді. Азекең киносын енді бәріңіз көрдіңіздер. Кейбір кинолар даже осындай қолмен шыққан, не деген ұмтылыс, не деген жалпы ниет дейсіз ғой бірінші. Ниет болса түсіресің. Қолды ұмытып кетесің түсірген кезде, шаршамай жүре бересің. Одан кейін кешке уже отырғанда есіңе түсіресің, мына қолым бар еді ғой. Tamam. Ал қай кезде жүрегіңіз осы нәрсені қалап тұрғанын түсіндіңіз? Все, это мое деген сияқты. Ол мүмкін кішкентай кезімнен шығар. Себебі ақырындап сурет салатын, бірақ сурет салатын карандаштар ондай прям қатты күшті емес болатын, бірақ сезетім оның, бірақ енді аламайсың енді. Соған салып жүре бересің қуанып. Көрші дос балаларда маркер болса, бір маркер пайда болды, тор, бәрі шу. Мен салайыншы, Азамат сала алады, Азаматқа беріңдер деп. Бағана алып келетін, мен салатым, қандай күшті деп. Негізі балалық шақтан бір өзіңізге табиғатпен, Алланың құдіретімен бөлінген бір қасиет дейсіз ғой. Негізі бұл сондай. Жай ғана кездейсоқтық қана емес. Жай ғана оқып алатын нәрсе емес. Алла тағаланың қалауымен сондай. Күшті. Енді осы жерде алғашқы табыс қай кезде болды? Алғашқы чек дейміз ғой, енді коммерческий бір какой-то съемка. Операторский ма? Операторскийдан уже. Ол прям алғашқысы есімде емес. Но менің ойымша бір, скорее всего, той, либо бір юбилей ма бір нәрсе болды. Той түсірдіңіз? Иә, көп той түсірдім. Той түсірдім. Жақсы көретім, себебі ол бесплатный возможность қой. Үйренуге. Иә, съемочный группа бар, актерлар бар. Бәрі дайын. Камераны арқалап, батарейкасын ауыстырып, флешкамен бүйтіп неше түрлі кадрлар түсіріп аласың. Так, бізде енді оңай ғой, гулянка, там ЗАГС и уже сразу тойдың өзі. И сол сценарийді мен әрі қалай түсіретін бөлекше. Былай түсіріп көрейін деп, монтажын өзім жасай көретін. Неге монтажды жақсы көретім? Себебі ол маған көмектесті қалай түсірудің тәсілін, кадрларды бөліп, крупностьтарды бөлу үшін өте қатты көмектесті кейін. Ал жалпы алғашқы камераңыз қашан сатып алдыңыз өзіңіз? Он екінші курста, кажется, или бірінші курста ма? Той түсіріп жүрген кезде ма? Той түсіріп жүрген кезде, әке-шешем көмектесті. И бір кішкентай бір GVC Mini DV деген камера болды, мынандай. Сәл неудобный, но маған өте удобный болатын сол кезде. Дальше сонымен уже түсіріп кеттіңіз бастап. Көп курсовой түсірдік, көп той түсірдік. Любой нәрсені түсіре бердік. Яғни бұл жерде атап өтсек болады, отбасыңыздың үлкен бір септігі дейді, олар айтқан жоқ. Не істеп жүрсің, қой, той не істеген жоқ. Наоборот, камера алып беруге көмектесті, иә? Хотя көп деген ата-аналар сол кезде ойлайтын, балаларын онша қолдамайтын да, а мені қолдайтын әрі қарай. Той түсіріп жүрсің, тоқта деп емес, наоборот, камера алып беріп, өте күшті. Бұл жерде біздің погрузочный зонамыз. Бұл жерде әйтей біз шатыр жасадық, себебі қыста болсын, күзде болсын, жаңбыр жауғанда, қар жауған кезде, бүйтіп машина келген кезде, ашылған кезде погрузка жасап жатқан адамдар ыңғайсыз болмас үшін, жаңбыр тимес үшін, қар тимес үшін осы жерде осындай зоналар болады. Көп складтарда ондай жоқ, бірақ біз айтқандай шетелде көріп, осындай кішкентай деталь, бірақ комфорт жасау керек. Комфорт максимальный адамдары жасау керек, сол үшін осындай жасадық. Осындай ұзын және биік болу керек. Барлық стандартын алғанбыз біз. Мына жақта кішігірім кофейня? Мына жерде кішігірім ана жақта кофейня, мына жерде бізде кішкентай террасамыз бар. Мына жерде біздің тағы бір офисіміз бар. Бізде қазір продюсерский центр отыр, жаңа медиа. Достарымыз. Бізден арендаға сұрады помещение. Керемет. Плюс тағы бір кәсіптің түрі десек болады. Осының ішіндегі, яғни осы Азекең осы участок сатып алып, ішіндегі кішігірім офистар достарына явно скидкамен беріледі ғой. Әрине. Және оларға
кинооборудование керек болса тағы да Тоже скидка скидкамен, береміз. яғни кішігірім қолдау керек экосистема. қой, иә. Бұл жер экосистема болып тұр. Экосистема, кино экосистема дейді ғой. Мына жақта кинохаб. мына көлік маған қатты ұнаған ана жылы. Иә. Бұл бізде Камерваген, тоже брендированный. Аха. Осындай. Бұны мен өзім за рулем отыруды жақсы көремін. Отырып аламын өзім. Айдап жүре беремін. Бізде брендирование жасағанбыз тоже. Ну, свежий мырс. Бұл свежий, иә. Аха. Қазір. Комфортный прям. Комфортно, ана рулі прям Гелиннің рулін сияқты новый. Гелин айдап қандай боламын дейсіз ғой? Иә, комфорт сондай да, сен биік отырасың. Және мына жер прям. бұл жер кішкентай бізде кофейнямыз бар. Бұл жерде біздің жұмыскерлер және клиенттер келген кезде олар келеді, чай ішеді, там сок ішеді, тағы бір нәрсе заказ бере алады. Заранее тамақ заказ берсе, тамақтарын жылытып өздері осы жерде жасайды. Яғни сіз келушілерге ғана емес, клиент барлығына комфорт дайындап қойғансыз ғой. Иә. Техникаңды көрдің, кофеңді іштің, тамағыңды іштің, ақылдастық. Ақылдастың, мына жерде мүмкін отырып сценарийді талдауы болады, дайындауы болады дегендей. Неке біздің жеңгеміз? Иә, мына жеңгеміз Жұлдыз, ол художник-постановщик. Көбіне деген күшті проекттерді жасаған. Бұның Жұлдыздың арқасында біздің офисіміз әдемі болып тұр, естішесің. Күшті. Қазір отбасы туралы тағы жақсылап тұрып қозғайтын боламыз. Все хорошо. Мінекей мына жердің өзі кофемен иіс шығып. Мына картинка жеңгеміз салған ғой. Иә, Жұлдыз салған. Алматының картинасы. Енді алғашқы танымал актер, әншімен жұмыс істеген сәтіңіз есіңізде ме? Қалай осы тойдан жалпы сол клипқа переход болды? Клипқа немесе бір? Ол бір переход болды. Мен ол кезде сол разнорабочий болып жүретім. Съемкада, иә? Съемка кіргінге бастысы кіру ғой. Бір съемкаде рабочий болып бір клипқа кіріп кеттім. Ол кезде Асқар Ұзабаев деген танымал күшті режиссер, менің ағам дейтіндей көп білімді содан алдым негізі. Соның қасына барып көргім келді да, и сол как раз съемка түсіріп отыр екен. Білмеймін, бір екі әйел соның клиптерін түсіріп отқан. И ол прям профессионально бәрін келіп жұмыс істеп түсіндіріп, маған қызық, мен қарап отырмын, командасына кіргім келеді. Тағы бір екі-үш клипқа бардым, қасына көмектестім. Сол кезде көріп қалды да, сен бала, кеш, сен кімсің деп, сөйтіп әңгімелесіп кеттік. Одан келесі съемкаға кел, тағы да бізге көмек керек деп. Ол сөзін жерге тастамай барып, қастарында жүріп, сөйтіп командасына кірдік. Ол кезде сол 5-7 енді басталып отқан кез. Жалпы енді осы жерде сіздің осылай операторлық болып кетуіңізге профессионалды ортаның көмегі тиді десек болады ғой. Сол 5-6-7 креатив лабораторий кезінде үзбей қарайтын едік. Ернар Нұрғалиев, Асқар Ұзабаев және сізді білетін едік, 3 адам. Енді сол жерден, по-моему, Ерлан Танаев тоже. Ерлан Танаев жоқ, ол Энекемен кірді. Энекемен кірді, иә. Жалпы осы креатив лабораторийдің 5-6-7-нің маңызы қалай болды, ортаның, продакшнның? Біз просто офисті жиналып, бір нәрсе түсіргіміз келетін. Ақшасы сәл аз болса да бәрібір түсірейік, давай качествосын көтерейік, деңгейін көтерейік дегендей. Сөйтіп хабарласып бір-бірімізбен, сөйтіп бір-бірімізді қолдап, ақырындап түсіре бердік, постоянно түсіре бердік. Ананы түсірдік, реклама болсын, клип болсын, клип көбірек түсірдік енді. Сөйтіп көп түсірдік. 5-6-7 деген мағынасы не? 5-6-7 деген мағына ол санның мағынасы көтерілу деген сөз ол. 5-6-7 деген. Ол ат бізге балалар тауып алды. Біз себебі Сейфуллина
да офиста отыратынбыз, ол үйдің сыртында Сейфуллина 567 деп жазып тұрды. Мекен-жайымыз. Одан ойладық, мынау дайын атымыз ғой, 567 осылай бола салайық деп. Бізге де ұнады, және де әр тілде айтсаң, ағылшын тілі болса 567 деп бейсі. Орысша, қазақша 567. Күшті. Яғни сөйтіп аталып кеттік. Тағдырдың өзі бір знактар берді дейсіз ғой. Әрдайым. Аха, мен осы жерде сіздің былайша айтқанда бэкстейдждарыңызға кәдімгідей барлығын көріп шыққанмын ғой. Сол жерде Али Окаповтың «Биле» деген клипі бар, легендарный, өте сапалы. Сол жерде сіз өзіңіз Ронин бірінші рет пайдаландыңыз, Бірінші рет Қазақстанға Ронин деген стабилизирующий келіп тұрған. Біз алдында тек қана қолмен түсіретінбіз, либо телегамен түсіретінбіз. Бірақ андай ровный, прям плавный жасай алмайтынбыз. Хотя бізде болды, оның алдында стадикаммен түсіретінбіз. Именно Ронин ол нижней точкадан үстіге дегендей любой движение жасай беретінбіз. Вау деп шаршасақ та өте ауыр болды. Ронинді бүйтіп қолда созып түсірген кезде где-то бір 15 минуттан кейін мына жер талат бәрі полностью. Рет қойып алғансыздар. Ол кезде рет болды, Ол кезде енді түсіріп жатқан кезіміз болатын, ари болмайтын, аз болатын. Бірақ қана ари болатын. Содан кейін арияға түсірген кезде тоже ақырындап жақсы көре бастадым. Изображениесі бәрі, настройкасы кейін ари болып кетті. Жалпы байқалу үшін қандай қасиеттер қажет? Осы сізді Асқар Ұзабаев ағамыз байқады. Енді бір өзіңізден бір подчеркивать ететін, жастарға айтатын бір осындай бір 2-3 қасиет қандай ол? Менің ойымша ол жұмысыңды жақсылап істеу, ниетің түзу болсын, және сені по-любой көріп қалады осындай бір съемкада жүрген кезде. Съемкілерге келіп қатысу керек. Жалпы талант па, еңбек пе? Екеуі де керек. Күшті. Енді сіздің плавно үлкен жобаларыңызға өтсек, алғашқы сериалдың бірі, соңында Гетадокстың саундтрекі бар, Побег из аула. Менің ойымша бірінші сериал, үлкен, или оған не болды ма сериал? Кажется, 3-4 сезонмен Парижға барып түсірдіңіздер? 2 сезонмен, екіншісін және үшіншісін түсірдік. Парижге бардыңыздар еще? Парижде 3-ші сезон, екінші сезон біз Таиландқа бардық. Таиландқа бардыңыздар, Осы жалпы, осы туралы бір кішігірім тоқталып өтсек, осы сразу сериалды түсіріп кету қорқыныш болмады ма? Или морковкаға түсірдіңіздер, 5-ді Марк 3-ға, Сол кезде бір камера. Марк 2 болатын ол кезде. Марк 2 еще. Марк 3 кейін 3-ші сезонға келді. Сол, жалпы, қалай өзіңіз шешім қабылдадыңыз? Өйткені кейбір операторлар даже біліп тұрса да қорқыныш болады да, өз-өзіне жауапкершілік алмайды. Соны сіз қалай переворот еттіңіз, например? Біз оның алдында жылын есімде емес, бірақ көру керек, Аңшы бала деген киноны түсіргенбіз 5-д Марк 2-ға. Ең бірінші рет кино. Полный метр. Қазақфильм проектісі. Маған худколлегия жоқ, түсірмейсің фотоаппарат деген не деген білмейді ғой енді. Сіз бірінші болып фотоаппаратпен түсірдіңіз болады ғой, киноны? Не, күшті достар. Бірінші азамат болады фотоаппаратпен кино түсірді Қазақстанда. Оны сәл мен емес, худколлегия, редколлегия қорқып бізде утверждать бюджетті камераны. Олар ұрсат бермей қойды. Жоқ, сен басқа камераға түсіресің. Пленкаға ақша жоқ. Какой-то HD high definition бір камерасын берді, Sony. Мен айттым, маған оның пластикасы ұнамайды, оптикасы ұнамайды, и матрицасы ұнамайды дедім. Жарайды, онда фотоаппаратқа түсіріп көріп, потом пленкаға позитивті шығарып, пленкаға бізге дәу экранда көрсетті. Біз тест жасадық, үлкен тест, экстерьер, интерьер бәрін түсіріп, пленкаға ауыстырып, Қазақфильмде дәу экранда көрсеттік. Оларға ұнады, қатты ұнады, действительно болады екен ғой деп. Мен оны қалай білдім? Мен оның алдында Ригадан келген бір режиссер болатын, Валдис деген. Соның съемкасына барып, қызығып көріп жүрдім. Ол кезде Nikon D70 деген камера болды. Кейін ол Марк 2 шықты. Соған қызығып, түсіріп, бір нәрсе жасап, ол маған білімін айтып, мен оған все хорошо деп, давай мен де соған түсірейін деп, сондай D70-ға 2 короткометражка түсірдің басында. Бірақ D70-тің сәл неудобны нәрселері болды. Кейін сол Марк 2 шыққаннан кейін Марк 2-ға түсіргім келіп кетті. Себебі Canon ол изначально жақын болды да маған.
Ол известный режиссер болатын, ол анау Би-2-ға любовь деген клипті түсірген. Ана екі шыбын жүреді ғой ары бері. Моя любовь деген сол клипті түсірген. Көптеген атақты жұмыстары бар. Қазір әлде де сөйлесіп. Сол Қазақстанға келді. Келді, бір реклама түсірді. Мені қасына қосып қойды да, үлкен ағаларым, сол Асқар Ұзабаев бар, ол жерде Нұрлан деген продюсеріміз бар, Қожахметов. Ол сол мені қолдайтын әрдайым. Інімсің ғой деп, бара ғой, ана жаққа білім көр, губка сияқты давай ана білім тартып ал, максимально впитывать етіп ал деп сөйтіп жүріп үйрендік. Себебі бізде интернет болмады нормальный. Басқа тәсілдерін сол сабағы жоқ, онлайн сабақтар жоқ. Жоқ. Ешкім жоқ вообще түсіреді. Тем более морковкаға алғашқы кино түсіру Қазақстанда вообще мощно. Кейін сразу тағы бір кино түсірдік, ол Жасұлан Пошановпен. Бір қызды екі бала ұрлап кететін. Жел қызы деген. Или үш бала ұрлап кететін. Драма. Комедия драма. Жақсы түсірдік. Ол шықты ма кинотеатрға? Ол шықты кинотеатрға. Ана аңшы бала да шықты. Ол жақта Саныржан деген актер бар ғой. Сол аңшы балада бірінші рөлі болады. Кішкентай жоқ бізде. Вообще суреттері бар менің. Өте қызық, оны постоянно әрдайым кездескен кезде есімізге түсіріп сөйлесіп отыратынбыз. Саған Побег из ауылға тоқталатын болсақ, содан киноға өту кімнің идеясы ол? Нұртас Адамбай мырзамен бірге. Киноны уже редқа түсірдіңіздер, как положено, рельспен, сол кезде сіз то же самое жаңағыдай Қазақфильмдағыдай инициатива айттыңыз ба? Давай киноны түсірейік, кино түсіру керек, ары қарай сериал енді түсірдік, опытымыз бар. Сериалдан кейін кино түсіру оңай негізі. Аудитория бар, маркетинг жағынан жақсы, және түсіру жағынан жақсы, себебі сериалда көп қой хронометраж, а кинода 1,5 сағат. Оңай түсіру. Мощно шыққан 2000 қай жыл шықты? 13 па? 14 па? Где-то сол жылдар. Күтіп, 3 ай бойы күтіп. Көп адамдар жазды, мә қалай түсірдіңіздер? Өте стильный, жақсылап дайындалдық қой. Кинода түсіру және сериал түсіру болсын, реклама болсын, жақсылап дайындалсаң, жақсылап уже түсіру оңай болады. Предпродакшн. Ана үшеуі тұрады ғой. Рельспен айналатын. Рельс қойдыңыз круговый. Круговый рельс. Мәссаған. Ол жер бат круговый рельсті қойамайды ешкім. Бәр нәрсе қылып өзіміз. Ол да практикада негізі Қазақстанда жоқ еді кезде, по-моему. Жоқ еді. Круговый рельс қою ол бір шетелдің киноға тем более ерінбей, ана рельстардың астына таяқ шеберлігін несін қою. Вообще мықты операторға енді осы жерде сұрағымыз, құрал маңызды ма негізі? Мына сериалды морковкаға түсірдіңіз, ананы уже редқа түсірдіңіз. Осы жерде құрал маңызды ма? Әркімге қалай ғой. Маған ең бастысы ол тақырып және сол сценарий ғой. Сценарий жақсы болса, оны любой құралға түсіре беріп, жақсылығы болады. Кейбіреулерге комфорт жағынан ойласаңыз, енді сәл комфортный кинокамераларға әрине. Өйткені матрицасы жақсырақ, свет қойғанда басқаша қою керек. Бірақ бюджетті жетпей, идеясы мықты болып тұрса, кірісуге болады дейсіз ғой. Әрине болады. Оны қайтармау керек. Қорықпай, түсіре беру керек. Енді сіздің осы шығармашылық өміріңізде Нұртас Адамбайдың рөлі қандай болды? Керемет болды. Ол менің тағы бір ағам сияқты болды. Себебі көп нәрсені үйретті, көп нәрсені көрсетті, көп нәрсеге мүмкіндік берді дегендей. Сериал түсірдік басында, потом сол Келинка Сабина деген кинолар түсірдік. Бірінші, екінші, үшінші бөлімін. Ол өте қызық болды, себебі оның стилі бөлек болды Келинка Сабина. Біз ана Вес Андерсон сияқты алып, симметрия жасағымыз келді. И мен Нұртасқа келем, осындай қылып түсіргім келеді деп. Ол айтады, енді мынау әдемі ғой, бұл енді Европа, жақсы, әдемі Вес Андерсон, Гранда Дель Бьо. Еқта прям отелі болып тұр. Біз ауылда қалай ол симметрияны жасаймыз дейді ғой. Мен бір нәрсе қылып жасаймын. Ол үшінші часть, по-моему, сондай болды. Жоқ, біріншісі тоже. Біріншісі де под него. Да, біріншісі, екінші, үшіншісі прям симметрия болды полностью. Просто үшіншісі сәл қалаға жеткен соң. Үшіншісі слишком ұқсап кеткен ғой. Четкий болды. Четкий, прям художка. Біріншісі сәл енді біз енді түсіріп отырмыз. Терезелерден, рамочный композиция, соның бәрі. Көрпе жайып,
прям арт жағынан сіз сол киномен шабыттандыңыз. шабыттандым, жақсылап уже сол кезде. Келинка Сабина біріншісі, по-моему, даже екеуі де қаттатты, қатты бюджеті кассовый. Алғашқы фильмдердің бірі болған секілді. Оның алдында болды Қазақстан кинолары, бірақ біздің замандағы ол мысалға Ғашық жүрек деген кино болды. Асқар Ұзабаев түсірген. Ол тоже кассовый күшті жинады. Киноның өзі де күшті болды. Тағы бір кинолар болды, одан кейін уже осылар болды. Енді тоже плавно, былай қарасақ, қазір келе жатырық сіздің өміріңізде, шығармашылығыңызға бір септігін бірге тигізіп жүрген жандарды сипаттап келе жатырық десек болады. Ол 567, Асқар Ұзабаев, Ернал Нұрғалиев, Нұртас Адамбай. Кейін менің ойымша ол жаста болса бас болып жүрген Айсұлтан Сейітов. Ол оның да бір кішігірім таныстырып туралы айтып өтсеңіз, және де сіздің шығармашылық жолыңызда қандай рөлді ойнады. Мысалы, алдыңғы кісілер аға буын болса, мынау аға іні десек болады. Бірақ сіз де былайша келгенде сіз уже ол кезде атыңыз бар, Айсұлтанмен жұмыс істеген кезде тоже өте күшті атыңыз бар. Наоборот, Айсұлтанның сәл несі болды десек, бірақ сіз соған қалай спокойно жұмыс істедіңіз, то что жас бала, режиссер деген бас қой енді. Сол нәрселерді айтсаңыз, яғни қазіргі операторларда бір эго пайда болмас үшін, мысалы, жас буынмен жұмыс істеу керек. Эго вообще пайда болмау керек ешкімде. Эго деген жаман. Айсұлтанмен бірінші рет біз съемкада кездестік. Ол көмектесіп жүрді. Біз Биксон мен Луинаға клип түсіріп жүрдік. Ол маған келіп шай алып келіп жүрді. Қасымда жүргісі келді, үйренгісі келді, көргісі келді, қалай түсіретінді. Сол кезде менің жұмыстарым қатты ұнайтын Айсұлтанға. Қазірде ұнайды, бірақ енді осы жерде енді кішкентай ғой өзі де. Келіп сұрастырып, 2-3 съемка келді, одан кейін айтты, осылай сізбен кездесуге бола ма, мен курсовой түсірейін деп едім. Сол кезде Нью-Йорк фильм академияда оқып жүретін. Жарайды деп кездестік, сөйлестік, сценарий ұнады. Бірақ мен айттым, бір планмен түсірейік деп. Сол кезде одан да қызығырақ, қиынырақ. Және де Америкаға барғаннан кейін өздерің мұғалімдерін көріскен кезде таңғаларлық болады деп. Жарайды деп келістік. Оны қолдадық. Ол мен зарплатам сұрады. Мен айттым, біз тегін түсіремін, мына история ұнады, потому что маған. Қазірде сондай историялар болады, тегін түсіргім келетін өзім. Себебі, Аллаға шүкір жағдай бар. Таңдау жасайлатын. Шакал деген жұмысты түсірдік. 7 минуттық бір кадрмен. Күшті қызық, где-то бір жерде бар көруге болады. Бір камера бір баламен келеді. Ол сөзге келіспей қалады, бір нәрсе екінші этажға көтеріледі, екінші этаждан шығады, балконнан бет шығады да, сол кезде бір момент болды, балконнан шығып, қайттан бірінші этажға түскім келмеді, мен балконнан шығып, далаға шығып кеткім келді. Бірақ бюджет жоқ енді. Себебі студенческий жұмысқа балконды алдық та, мен болгаркамен, чугунный балкон екен, болгаркамен кесіп да, бүйтіп шығатын нәрсе ойлап таптым. Ал түсетін нәрсе ойлап та көріп қайын. Түсетін нәрсені ол мен просто продуктовыйда жүрген кезде көріп қалдым да, бір қараны бүйтіп өшістіңгі полкадан астыға түсіретін. Айттым Айсұлтанға, так, ана нәрсені полевой алып келейік давай деп. Соны мен 2-ші этаждан 1-ші этажға түсем сол кезде деп. Палет салдық, мен соған түстім бүйтіп. Тест жасап көрдік, идеально болды. Сөйтіп түсірдік. Сіз іштен шығасыз да, палетқа мінесіз да? 2-ші этажға шығам, палетке мінем. 1-ші этажға түсем, кетем ары қарай далаға. Үй жақта сәл бір нәрсе болады, атыс болады, сонымен бітеді кино. Қызық болды. Айсұлтанға өте қатты ұнады. Сондай импровизация, сондай ешкімге тоқтатпау мүмкіндігін, главное добиться цели деген ниет болды, бір камерамен түсіріп шығу. Ол сіздің идеяңыз болды тоже. Давай одна камераны жасақ деп. Сол кезде түсірем дедім. Оны Лос-Анджелесте Нью-Йорк фильмге курсовойна еді. Курсовой бар көрсетті. Ана камера жағынан тоже менде енді сәл авторитет болды ол кезде. Біз сұрастырып балалардан почти енді жарты бағасынан төмен қылып арендаға алдық. Қандай камера болды жерде? Ари болды. Ари болды. Мини. Мини болды. Айсұлтанның курсовой миниға түсірілді. Бір объективпен, бір камералық съемкадан. Жалпы жастарды қолдау керек дейсіз ғой. Қолдау керек. Абыройлы бол, атақты бол.
мынау азеке контейнерлар. мынау контейнерлар, иә. Аха. Бұны біз обшивать еттік, утеплять еттік, және дыбыс кірмеу үшін, шықпау үшін звукоизоляция жасадық. И ағашпен полностью обшивать еттік. Ағаштың иісі бар. Ағаш деген ол біздің табиғат қой. Табиғат әрдайым қасымызда болу керек дегендей. Күшті, күшті. Табиғат әрдайым қасымызда болу керек. Нәрге жазып қой керек. Азеке доғатып деп ше. Иә. Мына жерде бір ана кино түсірген жоқсыз ба пока? Жоқ әлі. Мына жерді пайдаланбаған сияқтысыз ғой әлі. Енді түсіреміз ойымша. Мынау прям. Бұл жерде отдельный лестницамыз бар. Үстінде 2 контейнерді қосып офис жасадық. Біздің басқа достарымыз отырады жақта. Плюс тағы бір офис. Мына жерде бір офис, мына жақта бір офис. Бұл жақта реклама түсіретін біздің керемет әйгілі продюсерларымыз отырады. Өздеріне ұнады ол стиль. Тоже полностью утепленный и ағашпен жасалған. Табиғат болып тұр. Тоже жанында тұрады табиғат. Керемет. Мына жер бір Джеки Чанның бір секіріп жүретін кинолар сияқты болып тұр. Біз енді әрдайым керемет жерлерді көреміз. Мына жерде Қытай, Таиландтың жерлеріне құсатам өзім. Ар жағында және бізде объездной мост тұр. Сол бэкграунд болып әдемі. Шанхай болып тұр ма кішігірім. Күшті. Табиғат мінекей. Елка бар дейсіз ба? Елка ма? Елка бар. 2 дәу тағы да морской контейнеріміз бар. Бұл жерде енді художественный реквизиттер бар. Біз кино түсірген кезде әйелім художник-постановщик қой. Реквизитный бөлме жасалды. Екеуі де 2 этажды соныкі. Бұлар арендаға беріле ма бұлай? Өзіне және кейбір кезде арендаға беріледі бөлек. Содан кейін ол жұмысы Иван Дорнға как раз көрсетті. Біз бірге түсіргенбіз деп. И LA-да біз оған бір клип түсірдік сол Иван Дорнға. Ары кетті, анаған түсірдік, мынаған түсірдік. Джак Алипқа, Молданазарға, көп деген артистерге. Голливудтан стиралкалары. Популярный. Сол билет, сыртқа шығып билейді. Тоже примерно одноплановыймен шықты, или? Примерно, бірақ жоқ жақта монтаж болды. Ол кезде сценарийін ойлап атқанбыз тоже. Ол келісті, бірақ қандай клип екенін білмеді. Қандай өлең екенін білмеді. Айсұлтан таңдады. И біз тамақ жеп отырдық, бүйтіп далада. И жолдың ар жағында сол лаундри болатын, стиральный машиналар тұратын. Мен айттым, мына жерде түсіресіз бе, мына жер әдемі болды. Көрдіңіз? Мына жер прям идеально. Былай жүрек деп. Айсұлтан, давай деп бардық, кірдік ішіне, көрдік. Осылай түсірсек болады, осылай деп. Сол жерде сразу келісіп, сөйлесіп, лаундримен. LA-де отырсыз. Күннен кейін түсіріп кеттік сразу. Лос-Анджелесте. Күшті. Енді бұл жерде қарап отырсақ, Джах Калиб, Лейла, Медина барлығы Айсұлтанмен бірге жасадыңыздар. Яғни бұл жерде де Айсұлтан Сейітовтің сізбен қосылғанда тандемі бойынша бір тренд атты десек болады. Біз жақсылап дайындалдық. Айсұлтанның идеялары әрқашан қызық болатын маған. Және де оны меңгеру, түсіру маған қызық болатын. Қалай сәл бюджет көп болса да бір қызық, қиын нәрселерді мен өзім ойлайтым. Мынаны былай түсірсек, мынаны былай түсірсек. Қиындата бастадық әдемі болу үшін. Сөйтіп неше түрлі. Получается, сізге негіз байқаған бойынша одноплановый кішкене өзіңізге ұнайды. Экономмен жасап беретін сияқтысыз режиссерларға. Вообще керемет. Енді Қашқа тоқталсақ, Қаш жалпы көрерменге біреуіне ұнаса, біреуіне ұнамады деп айта алмаймын. Түсінбеген секілді, может, кішігірім мағынасын түсіндіріп бере аласыз ба? Мағынасы өте түсінікті негізі көрген кезде. 2 ағайын болады, сол уақытта 2 ағайын өмір сүргісі келеді дегендей. Ашаршылық уақытысы. Оларға ауылдан қашқаннан кейін кездейсоқ болып бір бандиттер болады, тағы біреулер болады. Одан Кепе деген кісі персонаж болады. Ол қарайды, басында ол адам сияқты көрсетеміз. Потом сәл өлім сияқты қылып көрсетеміз. Өлім әрдайым жанында жүреді ол. Мен сөйтіп просто... Бір смысл бар сияқты сондай, скрытый бір посыл. Посылдар көп негізі, қарасаңыздар. Просто
біздің көп зрительдеріміз мүмкін дайын емес шығар. Дайын емес секілді, иә, аудитория. Но операторский фишкалар, операторский даже сол жерде сұрақ цветокоррекцияны сіз таңдаған сияқтысыз ғой. жоқ, бірге таңдадық. Серый болып, жаңағы кішкене чыбыға жақындау. Режиссер мен цветокорщик біздің баламыз Ерлан Танаев жасады. Ол бізде түс бояу жағын енді өте керемет маман деп санаймын. Себебі көп нәрсе, көп жұмысымды сол Ерланмен жасадық. Ол уже дос болып кеттік. И ол бізге варианттар көрсететін әрдайым. Былай боясақ болады, былай боясақ болады. Оны даже кино түсірмей алдында тест жасап, тест жасағаннан кейін біз лют жасадық. Ол лютты камераға салып, и примерно готовый картинканы біз уже съемочный площадкада көрдік. Мен сөйтіп түсіремін де, просто солай ыңғайлы бізде. Сөйтіп Ерлан екеуміз тандем жасап, солай шешімге келдік, солай удобно екен. Яғни екі жұмыс болмайды. Алдын ала прешут жасап аласыздар да, лутты таңдап аласыздар, и соңында біліп отырасыз, иә? Ол лутты создавать етті, себебі ол кәдімгі лют емес. Бір специально арнайы сол киноға именно жасалған лют сияқты деп санаймын. Ол люттар әлі басқа киноға бүйтіп қосып қоямын, келмейді вообще. Тек қана вот сол киноға келеді. Қаш кейін негізі фестивальдарға қатысты. Фестивальдерге қатысты, иә. Біздің жұмысымыз, Аллаға шүкір, жақсы жетістіктерге келдік. Себебі лучший операторский алды. Азиан фильмді. Азиан Pacific Ocean деген конкурсте Австралияда өтті. Қаштан. Қаш деген, иә. За лучший операторский номинация болды, и соны ұтып алды, Аллаға шүкір. Кейін тағы да Гонконг фильм фестивалда номинация болды, бірақ ұтып алмады, там басқа бір жұмыс ұтып алды. Ну, бірдей болды. Но әлемдік деңгейдегі кинолармен бір сатыда тұрды. Жюрилер бір сатыда оценивать етті. Себебі Австралияға барып үлгермедім, мен ол кезде как раз қолым сындырып алдым. Гонконгқа бардым уже. Уже операциядан кейін бардым, қарасам, ана номинация таких фильмов за лучший операторский деген кезде неше түрлі бір прям қатты бюджеті көп күшті кинолар тұрды, и соның қасыңызда біздің Қаш тұр. Спокойный, аккуратный, жасалған, и бәрі шапалақтап жатыр. Мен ойладым, мен осыған жеткеніме де шүкір. Жеткен де арман, жетпеген де арман дейді ғой. Осыған да шүкір дедім, Аллаға шүкір. Жеттім, мәз болдым, қуандым, неше түрлі таныстар, таныстық болды, операторлармен таныстым, продюсерлермен таныстым. Ана өзіңіздің киноңызды сол жерде қояды толықтай. Көреді отырып. Әлемдік деңгейдегі жюрилар, жұлдыздар, операторлар бәрі көреді. Бір қандай сезім болды негізі? Бір Қазақстан үшін, қазақстандық жұмыс үшін бір өзіңізде бір жүрек дүрсілдеп ұрған шығар, мощно прям сезім. Жақсы болды прям. Бір екі-үш жерде сәл жылап кеттім, потому что масштаб түсінесің ғой сен. Жай кино қойғаннан кейін ойлайсың ғой, иә мен түсірдім деп бүйтіп қарап отырасың. Бірақ ана сәл бүйтіп ары-бері жан-жағына қарайсың. Бәрі прям ұқыпты бүйтіп қарап отыр ғой, изучать етіп. И соған қуанасың. Біздің киномыз осы жерге дейін жетті деп, Аллаға шүкір. Күшті, шүкір. Сізге мың алғыс осылай дамытып жатқаныңызға. Жерде сразу енді Қазақстанның кассовый фильмдары енді әдетке айналды десек болады. Сізге былайша келгенде бір кемінде 2 к 1 екінші фильміңіз кассовый отырады. Дәстүр. Оған дәстүр тоже жаңағыдай художественный өзіңіздің суретшілік қабілеттеріңіз шықты деп ойлаймын. Жаңағы Нолан жасаған секілді нені айналдырыңыз, бірақ Нолан миллиардқа жасаған жар ғой, аппаратпен жасады ғой. Сіз оны кранмен кранмен біздің художниктер 2 контейнер морскойды қосып, ортасын кесіп, каркас жасап, комната жасады кәдімгідей. Кухнясы тоже контейнер. Контейнер қайтадан. Кухнясы бар, залы бар, там ходы бар, үй кәдімгідей, комната дәу. Соған жай простой үйге қостық ол контейнерлерді, и бір кадрмен түсіретін көп кадрлар түсірдік. Кейін сол соңғы сахналарымыз бар, ана основной үйден бөліп, 2 кранға іліп, 2 түн ба, 3 түн ба түсірдік. Ана
контейнер бүйтіп айланатын. Иә, кульминация. Оның алдында, конечно, тест жасадық, қалай екен болатын бәрін. Шторлар бүйтіп ровно тұрады. Оларды клеймен бір нәрсе қылып, художник-постановщиктеріміз жақсы жасап. Креслолар, столдар, үстіндегі жайылып тұрған ана скатерть бәрін четко жасады. Ол майыспау керек, құламау керек. Біз айландырып жатқанды көрсетпеу үшін. Бүйтіп айландырып жатқан кезде ана молдамыз ровно тұру үшін мықты екі дәу бір нәрсе қағып оған бүйтіп тұрғызып қойдық. Ана актеріміз стенамен бүйтіп жүгіріп келіп секіретін жағын кезде кран резко бүйтіп тұрып қалу керек. Екі кранда руководить ететін өте қызық. Сонда камера қай жерінде тұр? Тоже жабысып тұр ма? Камера ішінде болды. Мен жилетте болдым. Жилеттің бәрін стенаға іліп қоямыз и қолмен түсіремін бүйтіп ары бері бүйтіп. Сүріп жатсыз. Иә, кран бүйтіп қалған кезде, ровно тұрған кезде мені жилетті бүйтіп отсек өтеді, каскадерлер жігіттер, и мен ары қарай уже қолмен түсіріп кетіп қаламын. Еще жүресіз ары қарай. Сәл қызығырақ, қиынырақ болсын деп. Иә. Сондай кадрлар. В общем, задача берілді, максимально қиындатып, эксклюзив жасаймын дейсіз ғой. Иә. Енді осы жерде сұрақ, сіздің жалпы осылай операторлық фишкаларыңыз касса жинауға негізі бір көмегін тигізе ме, әлде оператордың жұмысы жалпы кассаға қатысы жоқ па? Негізі ойлаған бар, себебі жақсылап түсірсең және качественный қылып жасау керек қой бізге продуктны. Неғұрлым жақсылап түсірсең жақсы көрінеді, және біздің адамдар қарайды, қызық көруге болады деп барады. Бір ерекше дүние екен деп болса да, кассаға септігін тигізеді дейсіз ғой. Түстері, оптикасы жақсы болса, сапалы болса, олар барады әрине. Себебі бізде шетелдің кинолары бар ғой. Оларға шетелдің кинолары қарайды, ұнайды. Біздің кинолар онда неге сапалы емес дейді да. Салыстырады уже. Көрерменнің көзі ашылу уже. Көзі ашылады. И Қазақстанның киносы жақсы болғандықтан мен де барам деп ойлайды олар. Енді жалпы жаңа Азия фильм Awards деп жатыр ғой, сол жерде бір марапат, негізі осы карьераңыздың бір пигі марапат үшін бе, әлде қаражат үшін бе? Мысалға, қалай өзіңізбен өзіңіз бір сөйлескен кезде бір болады ғой, мен мысалы кезінде оператор Love Story түсіріп бастадық та, бір джип алам деп, бір ауылға джиппен барам деп, сол мақсат орындалды. Менің ойымша Айсұлтанның мақсаты әлемдік болу болды. Мысалы, то есть кім не армандайды, соған жететін секілді. И бізге дұрыс арман қоя білу керек секілді. И сіздің арманыңыз бұл жерде қалай болды? Именно мен қаражат жинауым керек, осылай бір ойыңызда болды ма, бір үлкен рентал ашам, әр еменде үшеу болады деген, әлде просто көрерменнің ризалығын алам деген ниет болды ма? Бәрі бірге. Көрерменнің ризалығын алу үшін ең бастысы, және біздің Қазақстан киносының сапасы жоғары болу үшін. Себебі бізде өте жақсы сценариялар бар, өте жақсы қызықты историялар бар. Сапалысы онша болмады. Сапасын көтеру үшін мақсаттың бірі болды. Және ол жақсы сапа жасау үшін сапалы оборудование болу керек, сапалы техника болу керек. Әрине, соны жинау үшін, қолымды созу үшін. Яғни жаңағыдай қаржылық сауаттылыққа келетін болсақ, финансово независим болу үшін. Финансово независимости болу. LF керек па, LF, RE35 керек па, 35 міне. Жаңағыдай жастарды қолдау үшін де бір мотивация болды дейсіз, осы дүниенің бәрін жинау. Мен кейбір кезде мысалы түсірем, жақында шығады, Қара бекірі деген сериал. Ол жақта мысалға бюджет сәл болды, бірақ ондай күшті камераларға болған жоқ. Біз RE35 и Минкаға түсірдік. Ондай бюджет болмады, бірақ біз өзіміздің проектіміз болған үшін біз соған түсіре алдық. Уже өзіңіздің қаржыңызды бөлдіңіз. Одан бір обратка инвестиция салдым демейсіз, просто көрерменнің жаңа ризалығын алу үшін, жобаны қолдау үшін бөліп жатсыз. Мінекей, міне сөзімнің басында айтқандай, қазақтың маңдайына біткен нағыз азамат десек болады, азамат ағамызды. Енді осы жерде жаңа сіздің жеңгемізді көріп жатырмыз. Енді өзіңіз де айтып жатсыз, үйленуде береке бар деп. Жалпы шығармашылық жандар көбісі бір 30-35-ке жүріп қалады кейде ше, бір бойдақ болып, бір үйлене алмай ма, негізі үйлену ниеті болмай ма, енді ол белгісіз. Осы жерде отбасыңыздың, жарыңыздың жалпы осы салада жүргені өзіңізді бір қандай бір қолдау береді, қалай көмектеседі сол?
мен 24-те, кажется, 23-те ма үйлендім. Күшті. Қашан үйленесің деген сұрақ көп болып кетті. Қазақша. Қашан үйленесің, қашан семья боласың. Сол қазақша сұрақтарымыз ғой. Бірақ маған ол қатты мешать етпейді, мен жүре беретін, қашан үйленесің деп айта береді. Нормально жүре береді. Сізге нормально айтты, 23 жаста нормально ғой. Жұрттар 35-де жүре береді ғой. Ол кезде сондай заман болған шығар. Ертерек, ертерек істеген. Одан сөйтіп жүріп біз академияны как раз бітірдік. Мен Жұлдызбен съемкадан кейін бір рет келдім үйге, бірақ үйге кіре беріс кезде термосымды ұмытып кетіппін. Термосым машинада қалған деп машинаға бардым термосқа. Одан кейін себебі термос керек съемкада. Тем более қыста. Қыс болғанда қыс бітіп жатқан кезде как раз. Бізде әрдайым шай жүреді, ол кезде крафт болмайтын отдельно. Менде өзім шайым жүретін отдельно. Біз Жанна Исабаевамен кино түсіріп жатқанбыз ол кезде, полный метр. Ол режиссер болды. Мен қайтта машинаға келем, машинаны ашам бүйтіп, өзімде куртка, себебі жылы киіну керек қой съемкада, мұздап қалмас үшін. Есігін жаптым бүйтіп, термосын бүйтіп алып бұрылып бара жатсам, машина бүйтіп резко өтіп кетті да, мен курткам тиіп кетті бүйтіп. Мен тиген жоқ, бірақ мен қараймын, что-то Жұлдызға ұқсайтын бір адам. Біз Жұлдызбен академияда бірге оқитынбыз. Бірақ өйтіп қатты араласпайтынбыз. Мен телефоны болатын как раз оның. Мен сразу звондап жүрдім, сен ба қазір ғана өтіп кеткен, мен қалып кетті залдадың ғой десем. Мен сен ба не бағана тұрған дейді. Оказывается, бір машинаны объезжать етемін деді, встречкаға шығып. Встречка емес, онда однополосный жер ғой. Соны қалып кетті залдадым. Мен оны звондадым, шақырып алдым, біз сөйлестік, сөйлесіп кеттік сөйтіп. Сөйтіп біраз уақыттан кейін жақсы дос болдық, кейін уже үйлендік. Кейін уже бір-бірімізді қатты қолдайтынбыз. Жұлдыз өзі аниматор болды, художник. Кейін уже художник-постановщик болып шыға бастады. Бағана есігі жабық тұрған кабинетте оқылау. Бірінші сіз кірмеген. Ол примерно сол кабинетте болды, кажется. Ол тағы мүмкін күту керек еді ма, кім біледі. Ертерек келе бермейді. Мүмкін ол кезде уақыт болмады ондай. Мүмкін кейін специально осы машинаны қақтығысып болайын деп қап, сөйтіп көрісіп қалдық қайтадан. Алла тағала қайтадан айландырып алып кетті бізді. Сөйтіп біз отдельно квартираға шықтық. Үлкен қызымыз толды, Медина деген. Медина, Ол сәйкестік па жаңа клиппен? Клиппен сәйкестік деген қазір айтамын. Ол Джакалип Баха деген бізге ұсыныс берді. Екі өлең таңдайсыңдар деді, сол өлеңге клип түсіреміз деді. Біреусі вот Медина, біреусі Ай-ай-ей ма, жақсы тоже өлең. Емейтін Медина болса мен түсірем дедім. Жақсы түсірем, керемет түсірем, вообще ол тарихта қалатын қылып түсірем ол клипте деп. Іштей ойлап отырсыз қызыңызға бір подарок. Ол білмейді Медина екенін, үлкен қызым алып. Кейін айттым, уже түсірген кезде алаңында айттым, үлкен қызым аты просто Медина дедім. Ол айтты, все, бәрі түсінікті, аза, давай түсірейік, давай, ең күшті қылып, тарихқа кіретін қылып клип түсірейік деп сөйтіп түсірдік. Действительно кірді тарихқа. Кірді, ең бір бюджеттік, даже кинодан бюджет асып кеткен секілді. Кинодан, даже кейбір кинодан қызығырақ қылып. Қызығырақ. Минута. Нелер, ниетіміз сондай задача болды. 3 минутқа кино салдыңыздар ғой, мен ойымша. 2 күн сүрдік. Айдалада, қыста. Ауырып, быт шығып. Яғни бұл жерде де отбасыңыздың, қызыңыздың осындай бір творчествоға, бұл да бір кездейсөздік емес, бір Алланың бұйырғаны, және бір келетін уақыты болды дейсіз ғой. Үйленгеніңіздің пайдасы. Баланың пайдасы. Қазір сізде? Қазір кейін Айару туылды, екінші қызымыз, кейін үшінші қызымыз Айрис туылды. Айрис? Айрис. Ол не мағына береді? Айрис, ол апамыз, мен мамам қойды атын. Ол
кемпір қосақтың патшасы деп мағына Мәссаған. береді екен бір тілден жаңа жаққалиев айтқан жоқсыз ба айрис деген өлең жазып тұрған күшті болады деп иә жоқ оған айтып айтқан жоқпын бірақ мүмкін айту керек еді айрис деген енді мен бірінші рет естіп тұрмын өте ерекше ерекше қазақтарда кездеспейтін ат сияқты иә ерекше бірақ енді мамамыз айтқаннан кейін біз онымен көп спорт еткен жоқпыз бізге де ұнады әрине әдемі ұнамаса біз қоймайтын айы бар айы бар иә енді жалпы Азеке үйленгенге дейінгі табыс үйленгеннен кейінгі табыс разница бар ма иә әрине бар табыс және табыстан бөлек мотивация үйге келесің бұлар жақсы өмір сүрсін қызық өмір сүрсін деп күштірек жұмыс істеу керек деп тек қана қаражат жайында емес күрделі қылып қызық қылып түсіру үшін сондай неше түрлі амалдар табасың олар енді творчестволық шабыт береді маған постоянно просто бір қарап қаламын қыздарыма жақсы болып қалғанда все мен түсіндім қалай түсіру керек яғни шабыттандырудың бір иіскеп аламын да шабыттанамын дейсіз ғой үлкен несі тәсілі енді бұл жерде сразу сұрақ туындайды энергияны қайдан аласыз деген сұрақ қояйын деп отыр едім сразу жауап бере кеттіңіз түсінікті енді құдай қаласа ұлы болуға алла жазса бұйырсын және ұлыңыз болса оператор болғызасыз ба мысалы боксердан боксер туылса мен боксер қыламын дейді ғой сол сияқты жоқ менде ондай жоқ алдымен үш қызды аллаға шүкір талап бар ма иә үшеуінде де талабы бар үшеуінде үлкені мысалы қазір мультипликация жасайды өзі камерасын қойып бір нәрсе алып кукольный анимация жасайды хотя біз оған айтқан жоқпыз үйреткен жоқпыз өзі бастады екіншісі ән айтады сурет салады қызық үшіншісі тоже ән айтады сурет салады творчествоға прям ұмытылып тұр барлығында қанмен кетіп жатыр ғой қан бар әкесі де шешесі де сондай творчестволық знаниеміз бар жұмыстарымыз бар көп қанмен кетіп қалды ғой жалпы ұлды күтпей ақ қыздың біреуі оператор болып кетуі мүмкін дейсіз ғой мүмкін қазіргі заманда тем более өйткені қазіргі заманда камералар кішірейді жеңіл болды түсіру еркек болу не маңызды емес қыздар да түсіре алады күшті то есть қыз бола тұра осы мамандықтың иесі болу да мүмкін дейсіз ғой яғни пока менің ойымша бір оператор светик қызды білемін мен оператор гафер қыз бар жақсы бірақ оператор пока жоқ секілді Қазақстанда жоқ ол түсірді бір Айнұр деген қыз Айнұр Лайтс дәстүр деген киносында біздің командада болды ол жарық қоюшының гафер дейді ғой художник постановщик по свету и вот сол мен бірге істегенбіз яғни әйел адамның да операторлыққа қазір шектеуі жоқ бола алады яғни қыздар оператор болғыларыңыз келіп жүрсе мінекей Азекеңнің өзі батасын беріп отыр ешқандай кедергі жоқ ешқандай жоқ деген нәрсе жоқ мүмкін емес нәрсе жоқ болады смело дұрыс қой енді Азеке біз енді подкастымыздың басты мақсатына оралдық бұл біздің подкаст шығармашылық жандар жалпы қазақтың жастары қаржылық осылай сіз секілді сауатты болса деген бір ниет бір арман бәрімізге қатысты сол енді қазір ақшаны мысалы шығармашылық адамға қалай жинау керек такой сұрақ қалай жинау керек шығармашылық адам мысалы сіз бір проекттен табасыз қалай жинайсыз там инвестирование ма бір үйге сақтайсыз ба сандықтың астына алдында айта кеткендей біз жинайтынбыз және мына оборудование болмай тұрған кезде әйелім айтады постоянно мүмкін бір прибор жоқ приборды өзіңе сатып аласың өйткені мен оған әңгімелесем ғой мынандай прибор болса ғой деп бірақ ол Қазақстанда жоқ қой әлі деп ол айтатын заказ бере сал сатып ала сал деп оңай да оған оңай маған қиын болып көрінді бірақ шынымен де оңай негізі барасың бүйтіп тәсілін тауып аласың барып сатып аласың болды тұрады ол сенде и ол сен жарық қойғанға жұмысыңа ары қарай келешекте көмектеседі да наоборот ол не только сен экономдайсың или табыс аласың ол главное көмектеседі сол басты не сондай ниетпен жалпы любой нәрсе сатып алғанда
оның бір қайтарымы мына ақша кетті ау деп емес, иә ол маған өмірімді Көмек алып жеңілдетеді, көмектеседі деп ойлау керек дейсіз ғой. уақытыңды сәл экономить Аха, етті. аха. Ол уақыт қой самое главное. Уақыт бізге шектеулі ғой бәрімізде. Сол нәрселер болса, оборудованиялардың кейбіреулері там кішкентай болса да, бірақ комфорт болады. Кішкентай болса да, бірақ уақытты созбай сәл қысқартады жұмысында. Яғни ақшаны сразу жинап сандықтың астына тықпай, бір зат алып қойсаң да болады. Өзіңе. Әрине. Яғни там ликвидный, бағасы қатты түсіп кетпейтін Иә. бір камера алдың. Мысалы, жалпы Қазақстанда камералардың бағалары түспейді. Иә. Мысалы, бүгін FX Оптика түспейді. Оптика түспейді. всегда түспейді, тұра береді. Мысалы, даже мен өз саламда біздің дүкеніміз бар, BQ Store, білесіз, FX30 деген популярный камера бар. Алады биыл, келесі жылы 50 мың, 100 мың үстіне қосып сатады ал. Бушный. Бір жыл ақшасын тауып. Азекең қазір офистің екінші этажына көтерілік. Азеке, жалпы бұл офис жаңа бір мықты скульптордан қалған деп айттыңыз. Бұл Хакимжан Наурызбаев деген кісінің үйі болатын. Дәл осы жер кабинеті болатын. Бұны ерекше қылып сақтау үшін полдың бәрін реставрация жасап, өзімізге кабинет жасап қойдық қазір. Мына жерде тоже кабинетіміз бар. Және сол кісінің мастерской осы жер болатын. Осы жерде көптеген жұмыстарын жасайтын Абай Құнанбаевты, Жамбыл Жабаевты. Дворец Республикада тұрған Абай Құнанбаев атамыздың статуэткасын осы жерде жасаған. Бәсе не үшін иіс шығып жатыр деймін творчестводан. Творчестводан иісі прям. Мына жақта бүкіл районда шығып жатыр. Кетіп жатыр ма? Сондай керемет киелі жер деп ойлаймын. Сол үшін бізге қатты ұнап қалды осы офис. Сол үшін. Мына жақта бізде? Мына жерде бізде біздің жұмыскерлеріміз бар, механиктеріміз, там монтажерларымыз, жерде балкон қандай. Тоже реставрация жасап қалдырып қойдық. Мына жақта бар, мен художник бар мынау. Явно бір клип, кинода түскен реквизиттер ғой. Бұл жерде реквизиттеріміз офисты көрсеңіздер тұрады. Мына жерде бізде уборный бар, ремонт свежий. Душ бар отдельно. Душ бар екен, кстати, көрдім. Отдельно балаларға. Мына жерде екінші этажда бөлек кухнямыз бар. Ол жерде балалар жұмыс істеген кезде тамақтанады. Алдындағы айтқандай комфорт болу керек, тазалық болу керек дегендей. Сондай условия жасағанбыз. Мына жақтар? Мына жерде бізде тағы да 3 бөлмеміз бар. Ол жерде бір монтажер бола отыратын. Алдында тағы бір кабинет болатын. Дронның нелері тұратын бұл жақта. Бізде әйгілі дрон пилотымыз бар ғой. Нұрсұлтан Байкен деген. Соның комнаталары болатын осы екеуі. Қазір бір комната ғана алып жатыр бізде. Байкен X деген, белгілі, топовый. Көптеген жұмысты бірге істегенбіз, әлі де істейміз, Алла қаласа. Мына жақта сонда Азеке, получается, сіздер балаларға орын беріп жатсыздар. Ол ана бөлмеде көрсетейін қазір. Мына жақта біздің механик и монтажер осы жерде алыс болғаннан соң Алматыда тұрмайды олар. Осы жерде тұрады. Слава, біздің монтажер. Икея. Мебель бәрі Икея. Шкафтардың бәрін папа жасаған. Папа бізде жиһаздың мастері. Сол бізге біз комфорт жасау үшін алыстан келген біздің жас мамандарды қолдайсыздар. Осы жерде бесплатно тұрады. Бесплатно? Бесплатно. Бұл үшін не керек? Творческий болу керек, талантты болу керек. Талантты болу керек. Және біз сондай адамдарды әрдайым қолдаймыз. Жерде біз жиналамыз, отырамыз. Қазір Слава бізде осы жерде монтаж жасап отырады. Кейбір кезде үлкен телевизорға қосылып, комфортпен прям жасап отырады. Жерде жиналыстарымыз өтеді. Әти осында дәу стол жасағанбыз. Мынау прям қымбат стол ғой. Тоже өзіміз жасадық бәрін. Қолдан келгенше. Мына жердің барлығы ручная работа және жүректен шыққан дүние деуге болады ғой. Мынау даже на стенаның өзі де прям мынаның барлығы
өте керемет. Азекені көріп тұрсыздар, комфортты жақсы көреді, және де одан бөлек біреулерге комфорт создавать еткенді де ұнатады екенсіз. Ол жалпы творчестволық адам, значит, комфортта өмір сүру керек. Яғни ана бедствовать етудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Иә, олай керек емес. Оны комфорт жасайтын әрдайым бір адам болу керек. Себебі творчество жүрген, сол жолда жүрген адамдар өзіне комфорт жасау кейбіреу білмейді. Сол үшін үйлену керек дейсіз ғой. Сіздің кәсіптерге келсек, жаңа өзіңіз айттыңыз, Азамат Дулатов қазіргі уақытта бір кішігірім болса да кәсіпкер деп, Коко студия. Коко студия болды. Қазір біз оны аяғына тұрғызып, сатып жердік, себебі біз фотостудия болсын деп арманымыз болатын кішкентай, оны жасадық, аяғына тұрғыздық. Кейін бізге камера керек болған соң, ол полностью помещениесімен қосып, бизнесмен қосып сатып жердік. То есть келесі бизнесқа салу үшін бір бизнесті көтеріп саттыңыздар. Яғни ол да бір сіздің, менің ойымша, алғашқы кәсібіңіз Коко студия. Или оған не болды ма? Мүмкін сөйтіп айтуға болады, прям официально. Официально айтқан өзіңіз, бүкіл технически даже ішінде, менің ойымша, бірінші студия фермасы болған, түсіп көтерілетін. Енді сізге қалай бір карантиндегі, мысалы, білем, дрон курс карантинде. Енді мен шынымды айтсам, Азеке, операторский курс біраз іздедім. Мысалы, енді қазір осы жерде туындайтын сұрақ, неге операторский сабақ емес? Мен, мысалы, хоть 500 мың болса да алар едім, вообще ойланбай. Өйткені сіздің осы интервьюға келіп отқанымыз, Аллаға шүкір, бүкіл өмірбаяныңызды білетін шығармын деймін. Сол үшін де бір синергия болып отқан шығар. Сол үшін мен сіздің становление дейді ғой, жолыңызды білем, и мен ойланбай алар едім. Неге әлі күнге дейін Азамат Дулатовта, екінің бірінде курс бар қазір. Неге Азамат Дулатов Қазақстанның ең мықты операторлардың бірінде курс жоқ? Операторскийдан. Негізі болу керек, себебі ол үлкен сауап қой. Бөлісу. Менде уақыт болмады, мен жүрдім, потом методология жаздым, мен әр нәрсеге келген кезде дайындалып келгім келеді. Просто так білімді, әсіресе операторлық жұмысында ол өте дәу диапазон. Оны сен ана камерадан, линзадан бастап, ана светтің қандай болады екен, композицияның қалай болады екен, бәрін үйрету керек қой. Площадкада қалай жүру керек екен, бәрін, кіммен қалай сөйлесу керек, қайып стадияда қалай жұмыс істеу керек екен. Өте дәу диапазонда оны бөліп, потом уже жазып түсіру керек, негізі асықпай. Қысқаша бітіп айта салу, сата салу, ол менің ойымша дұрыс емес. Бір ниеттер болды дейсіз ғой, басталу негізі процесі бар. Болды, анау мен методология жаздым уже. Қалай, неден кейін рет-ретімен бәрін жазып қойдым. Енді оны ала-аласа түсіру керек и жасау керек. Ол күтеміз, көрермендеріміз де күтеді. Өйткені менің өзім Моргенштерннің операторы бар ғой, Юрий Данилов, тоже көп нәрсе түсірген, сабағын жасады, тоже алдық. В принципе, жеке бүйтіп кездеспегесін, ол кісінің өмір баян білем қалай. Сәл қатты өтпей қалды да енді. Бізде культ личности деген бар ғой, мысалы, сізге біз қарап бой ұсынып өстік, и осы жерде курс қанша жерден ол қалай жазылса да мен ойымша өтетін сияқты деген. Сол үшін көрерменім сіздің курсыңызды күтеді дейміз. Курс демей ақ қояйық, бір сабақ, сізден бір напутствие болса. Және енді Азеке осы жерде білім мәселесін қозғадық қой. Не үшін Қазақстанда менің ойымша 10 режиссерға бір оператор келеді. Неге операторлар аз? Менің өзім білетінім, мықты операторлар санаулы. Неге олай? Өйткені біздің киномыз енді аяғына тұрып отыр ғой. Енді келе жатыр көтеріп. Енді келе жатыр, Оның алдында өнер академиясында оқытатын операторлар, бірақ ондай прям қатты білім беретін кісілер болмаған шығар мүмкін. Мүмкін сол тәсілдер болмаған шығар, интернет деген іздейтін. Қазір ақырындап пайда болып отыр, так что операторларды ақырындап көбейіп жатыр. Ол жаңа өзіңіздің Мико шәкіртіңіз. Қайтадан киносы. Бірінші апаттық кино Қазақстанда. Жақында болады. Ол жігітті өзіңіз де былай қасыңызға алып жүрдіңіз, үйреттіңіз? Қасымызда жүрді, ассистент болды, осветитель болды, механик, бәрін біледі уже. Фокус-пулер болды, қазір оператор-постановщик уже 2-3 проект түсірді. Алла қаласа тағы да қызықты жобалар бар. Көресіздер.
Құдай қаласа. Мінекей сіздің уже шәкірттеріңіз уже топовый. Оның алдында да шәкірттерім бар, Біраз неше бар, түрлі. иә, Иә. иә. Қазіргі түсіріп жатқан операторлардың көбісі менің қасымда жүріп, қысқа болса да білім алып жүрген жігіттердің бәрі сондай. Яғни бұл дегеніміз енді біреулер оқуға уақыт болмайды, қаржысы болмайды. Иә. Оқымай-ақ тәжірибемен-ақ оператор болуға болады. Болады. Максимально ниетің болса, тәжірибең болса, сіз секілді үлкен ары қарай оқисың ғой енді. Иә. Қызық қой өйткені. Аха. Енді жалпы Қазақстанға енді шығармашылық арқылы қалай көмектесе аламыз, қалай ойлайсыз? Қазақстанда шығармашылықтың рөлі елімізді бір көтеріп жібере ала ма? Иә, кино арқылы біз көп қызық моменттерді көрсетеміз кинода, күлдіріп или жылатып, сол кезде біздің адамдар көреді, түсінеді и ары қарай. Яғни бір өзіміздің ойымызды, яғни шығармашылық адаммын деп бір депрессияға түсудің қажеті жоқ, бір бұл өмірде сіздің де рөліңіз бар. Яғни даже обычный адамнан көбірек рөлі бар сияқты шығармашылықтың, өйткені автор ретінде біраз нәрсе айта алады дейсіз ғой. И осы орайда бір сұрақ туындайды. Шығармашылық адамдар негізі өзімнен де білемін, жалпы достарымнан, таныстар, депрессия дейміз, жаңа пространгация дейді ғой, соған түсіп кету шансы көбірек сияқты шығармашылық адамда. Соған түспеудің жолдары бір какой-то сізде қалай справляйтесь сонымен? Депрессияға түсетін уақыт жоқ болды. О жағын мен білмейді. Негізі Құранда да айтылған, бір жұмысты істе, бітсе екінші жұмысты дейді ғой. Бастап кет. Қолыңды бос ұстама дейсіз ғой, ең басты лайфхак. Әрдайым білім алып жүр, әрдайым қозғалыста бол деген. Азеке, жастарға бір мощный лайфхак айтып жіберсеңіз. Өмір сүр, күл, білім ал, және алдындағы тұрған мақсаттарыңа, арманыңа жете бер. Не болса да бір нәрсе істеп, күнде сәл болса да бір нәрсе істеп, арманыңа жете бер. Былай шаг жасағын, қадам үстіне қадам жасап. Ақшаның артынан қулама, ақша өзі келеді. Сол кезде өзі келеді, в общем. Міне, Қазақстанның ең топовый операторынан кеңес, ақшаның артынан қулама, өзі келеді. Міне вот. Негізі бұл жұмыс істейтін формула секілді. Өте қатты жұмыс істейді. Енді бізде давайте бірінші шығарылымыз, бізге жігіттер айтады, маған қиын болады ғой, бірінші гость осындай знаменитый. Аллаға шүкір, ниетіміз түзу болып тұр, бәрі жеңіл өткен секілді. Енді давайте осы көріп отырған жастар бір мощный инсайтын алған шығар деп ойлаймын, пайдамыз тиген шығар. И соны комментарийға жазып кетсін, қандай инсайт алды, и соған сізден бір сыйлық болса. Жарайды. Хорошо. Все, мінекей Азекеңнен уәдесін алдық. Мощный бір сыйлығын, енді өзінің қолданған дүниесін, кітабын, бір какой-то приборын, кішігірім сіздерге ең мощный комментарийға келесі шығарылымда айтатын боламыз. Сіздермен болған Азамат Дулатов ағамыз, қазақтың маңдайынан өткен нағыз азамат, және мен Бақдәулет Абжатов. Бұл біздің бай подкаст, BQ подкастымыз. Азеке, рахмет. Рахмет саған. Все.